Ресей әскери ұшақтары Украинаның Запорожье қаласындағы тұрғын аудандарға 1,5 сағаттың ішінде 8 басқарылатын авиабомба тастады. Шабуылдан бір адам қаза тауып, ондаған тұрғын жарақат алды. Бұл снарядтар бағыттау жүйесімен жабдықталған кеңестік кезеңдегі жойқын бомбалар. Салмағы 3 тоннаға дейін жететін снарядтар түскен орнында үлкен шұңқырлар қалдырады. Әзірге Украина тарапында мұндай қаруға қарсы төтеп беретін тиімді қорғаныс құралы болмай тұр. Сонымен қатар, жергілікті биліктің хабарлауынша, Ресейдің Қара теңіз жағалауындағы Архипо-Осиповка ауылында Украин дрондарының сынықтары құлап 6 адам мерт болды. Тағы 40-і жараланды. Украина әуе күштерінің мәліметінше, жексенбіден дүйсенбіге қараған түні Ресей ел аумағына алысқа ұшатын 181 соққы жасаушы дрон жіберген. Әуе қорғаныс күштері оның 163-ін атып түсіріп, тосқауыл қойғанымен 14 дрон 13 түрлі нысанға зақым келтірді. Бұдан бөлек, демалыс күндері Харьковтағы қоймаға жасалған соққы салдарынан 8 миллион кітап жойылды. Баспа үйі бұл шабуылды Украин мәдениетіне жасалған қастандық деп бағалады.